30 тамыз еліміздің ең мерейлі мерекелерінің бірі Қазақстан Республикасының Конституциясы күні. Конституцияның баламасы ата заң. Олай болса, ата заңымыздың қабылданғанына биыл 25 жыл толып отыр. Конституция мемлекеттің өмір сүру ережелері жинақталған еліміздің басты құжаты. Ол ту, елтаңба, әнұран сияқты рәміздердің қатарына жататын құндылықтың бірі. 1995 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасы Конституциясын қабылдады. Конституция 9 тарау 98 баптан тұрады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 27 бабында неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында болады деген сөз тайға таңба басқандай етіп жазылған. Еліміз балаларды мемлекеттің басты байлығы ретінде қамқорлықпен қорғауға алады. Оның айғағы балалар өмірін қорғауға арналған мынадай арнайы заңдар бар. 2002 жылы тамызда бала құқығы туралы заң қабылданды. Бұл заң 9 тарау 53 баптан тұрады. 2002 жылы 2 қыркүйекте Қазақстан бала құқығы туралы конвенцияға қол қойды. Осыған орай елімізде балалар құқығы туралы заңы енгізілді.